Сәлем достар, қазір мен сіздерге тауық етінен жасалатын гуляш түрін көрсетсем. Тез әрі дәмді дайындалатын тағам түрі. Ол үшін біз өзімізге керегімізше күрішті салқын суға салып, кішкене тұз, кішкене сармай араластырып пісіріп аламыз. Қайнап тұрған ыстық суымызға кез келген макарон түрін, өздеріңізге ұнайтын макарон түрін қайнатып пісіріп аласыздар. Макарон піскеннен кейін кішкене сармай араластырып жіберіңіздер. Макарон бір-біріне жабысып қалмау үшін. Одан кейін тауық етін мен яғни грудинкасын алдым. Соны турайсыздар. Кішкене ет қосып жіберсеңіздер де дәмі әдемі болады. Сол үшін кішкене ет те қосып жіберсеңіздер болады. Кішкене ет қостым, дәмі әдемі болу үшін. Одан кейін тауық етін осылай турап аласыздар. Өз қалауларыңыз бойынша турай бересіздер. Қаласаңыздар жапырақ тәрізді турасаңыздар болады. Маған осы жеуге ыңғайлы болсын деп кішкене кубиктау, орташа кубик қылып турадым. Қазанымызға бір ожау зығыр майымызды құйып, кішкене қызған соң үстіне пиязымызды салып қуырамыз. Пиязымыз сары түске ене бастағанда етімізді бірге салып қуырамыз. Кішкене қуырып болған соң бір ас қасық томат пастасын, қызанақ пастасын қосасыздар. Қызанақ пастасы көп болып кетпесін, бір ас қасықтай болса жетеді. Бір ас қасық қызанақ пастасын үстіне су қосып араластырып поливкамызге құямыз. Ортасында кішкене тұз сеуіп отырасыздар. Осы бір пиалайдай қызанақ пастасына су қосып поливкамызге құямыз. Одан кейін осы бір пиалайдай толтырып мұздай су құясыздар. Одан кейін су құймасаңыздар да болады. Мен осы 2 пиалай ғана су құйдым. Одан артық су құймадым. Су көп болса да болмайды. Қатты су болып кетуі мүмкін. Сол үшін суын 2 пиалай ғана құйсаңыздар жеткілікті. Поливкамыз кішкене қайнай бастаған соң бір ас қасық толтырып ұнды суға осылай езіп аламыз, араластырып, түйіршіктеліп қалмасын. Бәрін сумен ұнымызды араластырып болған кейін поливкамызге құйып араластырамыз. Егер ұндарыңыз аз болып қалса, тағы бір ас қасық қоссаңыздар болады. Ал егер ұндарыңыз көп болып, поливканың асты қата бастаса, кішкене су қосып жіберсеңіздер болады. Орташа қоюлы болған дұрыс. Одан кейін жарты сағат қайнатуға қойып қоясыздар. Жарты сағат 40 минут қайнаса, сонымен поливкаңыз дайын болады, піседі. Өз қалаларыңыз бойынша кішкене кинза, көкшөптер қоссаңыздар болады. Приправа қосасыздар. Өз қалаларыңыз бойынша осымен тамағымыз пісті. Сіздерге ас болсын.
өз ойларыңызды комментарийде жаза кетіңіздер. Менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Алдын ала рахмет.